9 сынып оқушылары. Бүгінгі өзін-өзі тану сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта сіздерге жақсы көңіл-күй және сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабақта сіздер халқымыздың дана адамдардың өмірімен және сол өмірге деген көзқарастары, ата салт дәстүрімізбен кеңінен танысатын боласыздар. Өмірде адаспай өз орынды табу үшін сол дәстүрімізді білу керектігін түсінесіздер. Сіздер қиянат жасамау, сүйіспеншілік пен қанағатшылдықты осы өмірде оны қалай пайдалану керектігін үйренесіздер. Сабағымызды кеңінен түсіну үшін еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың дәйек сөзіне көңіл бөлсек, экранға назар аударайық. Әр халықтың өміріндегі терең имандылық пен рухани негіздерге, дәстүрлерге назар аудару керек. Оның халық өміріндегі рөлі еш даусыз. Дәйек сөздің негізгі ойы неде? Терең имандылық дегенді қалай түсінесіз? Осы айтылған ойдың бүгінгі тақырыбымызға қандай байланысы бар? Өте жақсы оқушылар, салт дәстүріміз өзін-өзі тану пәнінен білетіндей 5 ережесімен тығыз байланысты. Тәртіпке бағынған ел құл болмайды деп Бауыржан Момышұлы айтқандай, тәртіп, талап, тыныштық, тазалық, татулық бәрі біздің салт дәстүрімізбен сабақтасып жатыр. Сабағымызды терең түсіну үшін оқушылар Бұқар жыраудың соңғы өсиетімен танысайық. Мұқият тыңдаңыздар. Бұқарды бүкіл ел асқан құрметпен сыйлаған. Қартайған жыраудың көңілін сұрауға халық тынымсыз ағылып жатты. Бұқар торғын орамалмен бетін сүртіп, қалың қабағын көтеріп, жиылған жұртты бір шолып шығады да сөз бастайды. Есен саусыңдар ма халқым, әмсе есендікте болыңдар. Менің көңілімді сұрап келгендеріңе рахмет. Тілегі бір, көңілі түсу, бірақ аяғы жетпеген кәрі жасқа менен сәлем айтыңдар. Мына қотырлікте бұқарама айтқан артық кем сөзім болса кешсін. Желтоқсанның 4-еуіне келген екем. Өзекті жанға бір өлімнен қорқып тұрған мен жоқ. Қасенді халқы Асан қайғы деп атаған екен. Асан қайғырғанда қамыққанда жоқ, ол тек халқының болашағын ойлады. Қазақ халқын іргелі ел қылмақ болды. Сондықтан да ол желаямасына мініп, кең байтақ жерін шарлап шолып шықты. Батысы мен солтүстігіндегі, шығысы мен оңтүстігіндегі шекарасын өз көзімен көрді. Асан болған жердің кейбіреулерінде мен де болдым. Түркістан, Сығанақ, Сайран, Жанкент, Ташкент қалаларын көзімен көріп, Балқаш, Жетісу өлкесін Сарыарқаны араладым. Қарт жырау халқына тағы да бір-екі ауыз нақыл айтпақ болып, бірақ жөтеліп демеге берді. Сонда да ата-ананың қадірін балалы болсаң білерсің, ақ тәніңнің қадірін жаралы болсаң білерсің, бостандықтың қадірін жазалы болсаң білерсің, дәулетіңнің қадірін мал кеткенде білерсің, ажарыңның қадірін сән кеткенде білерсің, тіршіліктің қадірін жан кеткенде білерсің, аңдып жүрген дұшпанды дәл жеткенде білерсің деп Бұқар жырау халқымен ақтық рет қоштасыпты. Бұқарды неліктен бүкіл ел асқан құрметпен сыйлаған? Қандай қасиеттер үшін деп ойлайсыздар? Тілегі бір, көңілі түзу, бірақ аяғы жетпеген кәрі жасқа менен сәлем айтыңдар. Мына қотырлікте бұқарама айтқан артық кем сөзім болса кешсін деген сөздермен қарт жыраудың қандай ізгі қасиеттер көрініс береді? Адамның өзінің ішкі жан дүниесінің сарқылмас мөлдір бұлақтарына нені жатқызасыздар? Аса даналығымен қарақылды қажарған, әділдігімен бүкіл елді аузына қаратқан Бұқар жыраудың қазақ халқына айтып кеткен өсиетін орындау болашақ ұрпақ сіздердің борыштарыңыз. Атағы жер жарып тұрса да, бүкіл халықтан кешірім сұрауы жыраудың ішкі байлығын көрсетеді. Осы байлықты сіздер де жүректеріңізге сақтаңыздар. Оқушылар, келесі жұмысымыз шығармашылық жұмысқа көңіл аударайық. Шығармашылық жұмыс дегеніміз сіздердің сабақ бойы алған білімдеріңізге көмектеседі. Олай болса, тапсырманы орындауға кірісейік. Бірінші тапсырма: даналық туралы өсиет сөздермен танысып, өз ойларыңыз бен түсініктеріңізді қос жазба күнделігіне салып толтырыңыздар. Шығармашылығымыздың екінші тапсырмасына келетін болсақ, берілген сөз жұмбақты дұрыс сезсеңіздер, Жүсіп Баласағұнның қанатты сөзін оқи аласыздар. Оқушылар, оқу тапсырмасы 46-шы беттегі екінші тапсырма: әлемге деген соңғы сый. Мәтінді оқып, жауапты дәптерге орындауды ұмытпаңыздар. Және сабақтың соңында тыныштық сәтін сыйлаймын.
Балалар, денелеріңізді түзу ұстап, бастарыңызды жоғары көтеріп ыңғайланып отырыңыздар. Көздеріңізді жұмсаңыздар да болады. Ауаны терең жұтып, еркін тыныс алыңыздар. Өздеріңіздің тыныс алуларыңызды бақылап, бақытқа, махаббатпен, тыныштыққа толы таза, шипалы ауаны алуларыңызға маған сезінесіз. Өмір менің таусылмайтын дастаным, адам болып келгеннен соң өмірге, өмір мәнін ізгілікте қоштадым. Ақиқатты тану үшін ғаламда сүйіспеншілік керек әр адамға. Ой сөзің дұрыс болса әрдайым, қиянатта жасамайды әманда.